Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі келіп жеткен Наурыз мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Және осы мерекеге орай өте дәмді әрі оңай жолмен жасалынатын осындай наурыз көженің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдымен бізге осындай кішкене қазы мен ет керек болады. Егер де біздің етіміз сүрленген ет болатын болса, тіптен жақсы. Барлығын салқын суға салып, бетін жауып бір қайнатып алдым. Бір қайнағаннан кейін біздің сорпамыз тұнық өте әдемі болып тұру үшін осындай сүзгіштің көмегімен сорпаның бетіндегі көбіктерді алып тастадым. Енді оттың астын баяу қойып, 2 сағат етімді жақсылап пісіріп алдым. Осы арада өте кеш пісетін дақылдарды ыстық суға салып 2 сағат бұқтырып қоятын боламын. Бұл жерде сары жүгері, бидай, ақ фасоль және машты қостым. Наурыз көжеге күрішті де қосатын боламын. Күрішім тез пісетін болғандықтан суға бұқтырмадым. Енді беттерін жауып 2 сағатқа етім піскенше қоя тұрамын. Егер сіздерге бұл жерде маш болсын, кез келген дақыл ұнамайтын болса, оның орнын өзіңізге ұнаған дақылдармен алмастырсаңыздар да болады. 2 сағат ішінде біздің дақылдарымыздың кішкене су тартылып, жұмсара бастаған екен. Барлығын дерлік 5-6 қайтара салқын сумен тазалап жуып алдым. 2 сағат ішінде біздің еттеріміз пісіп, қазының майы сорпаға шығып дайын тұр екен. Еттерді қазаннан сүзіп аламын да, кішкене су тартылып қалған екен, үстінен су құйып және дәміне қарай тұз салатын боламын. Сорпаның үстінен кішкене су құйдым және ақ фасольді бірнеше рет жуып, үстінен бірінші қостым және машты қосып, сары жүгеріні қостым және бұл жерде бидайды да қосқан едім, бірақ ол сәт видеоға түспей қалған екен. Осы кеш пісетін дақылдардың барлығын қосып, бір араластырып, піскенге дейін қалдырамыз. Менде 45 минуттың ішінде дақылдарының барлығы пісіп дайын болды. Енді бір араластырып жіберіп, үстінен күрішті жақсылап жуып қосатын боламын. Бізде күріш 15-20 минутта пісіп қалады. Наурыз көжені әр өңірде әртүрлі дайындайды. Ақ мол болсын деген ниетпен дәнді дақылдардың 9 немесе 11 түрлерінде қосып жасай береді. Кейбір өңірде тіпті қолдан кеспе жасап, кеспені немесе тары да қосып жатады. Бұл наурыз көженің де ерекшелігі сонда, әркім өзіне ұнаған бірнеше түрлі дәнді дақылдарды қосып жасай береді. Наурыз көжеміз кішкене суығаннан кейін бөлек кеңірек ыдысқа салып, оның үстінен жаңағы піскен еттерді турап қостым. Енді осының үстіне кез келген дүкеннің немесе қолдың айранын қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламын. Мен 1 литр дүкеннің айранын қосып, жақсылап араластырып алдым. Осымен біздің наурыз көжеңіміз толығымен дайын болып шықты. Өте дәмді болып шықты, достар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызды наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын.